Мама аяқ. Өтініш. Тек киімің көк, қарның тоққа демек. Яқ, сіз мені жұбатпай ақ қойың. Тек мені тыңласаңыз болды. Мама, мен онсыз да сіздің үйіңізде аш, яки жалаңаш емес едім. Мен ішімдегі кешірмелерді сізге қалай түсіндірсем екен? Еркекті сүйіклі қылатығын оның үйге қаншелік көп ақша тауып келуі, яки дастұрханды толтырып қоюы емес екен. Еркекті әділігі, адамгершілігі, мейірімі сүйіклі қылады екен. Не жетпейді дейсіз бе? Мама, кейде мен жоқтаймын. Кейде мен жүктеймін. Кейде ол жалған, кейде ол жылан. Кейде құшағы дайын, кейде пышағы. Мама, мен күйеуі сүйген сүйіклі зайыбы емес. Мен тұрмыстағы хаялмын. Жақсы ғой дейсіз бе? Жақсы. Білесіз бе, ең жаманы не? Тұрмыс пенен мұхаббат екеуі бірге айтылатұғын сөз болғаны менен бөлек-бөлек нәрселер екен.